Ердоған дәл қазір Израильге әскермен басып кірем деп қорқытып отыр. Араб мемлекеттер жасамаса өзім жасаймын дейді. Ол бір сөзінде Ливия мен Қарабаққа кірген сияқты Израильге де басып кіре аламыз. Бізге ешкім кедергі келтіре алмайды дейді. Алайда ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Ердоғанның бұлай айтқаны рас. Алайда биыл емес 2024 жылы айтқан екен. Бұл ақпаратты алғаш болып израильдік The Jerusalem Post басылымы жариялаған. Кейін қателескенін түсініп, ақпаратты өзгерткені мен жаңалықты көшіріп басқан ақпарат құралдары түзету енгізген жоқ. Ал The Jerusalem Post басылымындағы мақалада бұл сөздің неліктен берілгені әлі де түсініксіз. 2026 жылдың 10 сәуірінде Стамбулда өткен Азия саяси партияларының халықаралық конференциясында Ердоған Газадағы, Иран мен Ливиядағы зардап шеккен әйелдер мен балалар туралы деректер келтірді. Ол жерде ол мынадай мәлімдеме жасады. Өшпенділік пен қанға бөккен геноцид желісі адамгершілік құндылықтарды, бүкіл талап пен принциптерді жиып қойып, күнәсіз балаларды, әйелдер мен бейбіт тұрғындарды өлтіруін әлі де жалғастырып жатыр деді. Ал Ердоған Израильге шабуыл туралы сөзін 2024 жылы Риза қаласында өткен Әділет және даму партиясының өңірлік бөлімінің отырысында айтқан екен. Ол жерде Израиль әрекетін сынап, әскери операция жайында сөз қозғаған. Ал сіз Ердоғанның бұл әрекетін қалай бағалайсыз?